Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы былғары материалдарын бұйымға пайдалану сәні. Бұл презентация біз былғары материалдарының сән индустриясындағы маңызын, олардың қасиеттерін, қолданылуын және заманауи дизайн тенденцияларын зерттейміз. Былғары тек функционалды материал ғана емес, сонымен қатар эстетикалық құндылықты жоғары уақыт санынан өткен материалдың бірі болып саналады. Былғарының қасиеттері және оның сән индустриясында қолданысын зерттеу. Материалдарды зерттеу былғары материалдарының қасиеттерін, олардың бүгінгі сән индустриясындағы қолданылуын зерттеу. Технологиялық ерекшеліктер былғарыдан жасалатын бұйымдардың технологиялық ерекшеліктерін анықтау, қолдану жолдары, заманауи сән тенденцияларына сәйкес тиімді қолдану жолдарын үйрену. Былғарыны сән индустриясында пайдаланудың маңызды мен ерекшелігі ол былғары табиғи, берік және эстетикалық жағынан тартымды материал. Ол сән индустриясында тек практикалық емес, сонымен қатар сәндік элемент ретінде кең қолданылады. Ұзақ мерзімге шыдамды және беріктік қасиеті жоғары, материалдың текстурасы мен түсі әртүрлі жылтыр, күңгірт, өңделген немесе табиғи, классикалық және заманауи стильдерде үйлесімді қолдануға болады. Негізгі міндеттер былғары түрлері, құрылымы және қасиеттері, табиғи және жасанды былғары айырмашылықтары, сән индустриясында қолданылу бағыттары, былғары бұйымдарын дайындау технологиясы, былғарыны тиімді пайдалану жолдары, экологиялық және экономикалық аспектілерін қарастыру. Пайдалану салалары: киім индустриясы, курткалар, пальто, юбка, көйлектер былғарыдан жасалған киім және сәнді тәжірибелік болып келеді. Жилеттер, костюмдер заманауи дизайнерлік шешімдерде қолданылады. Эксперименталды дизайн түрлі текстураларды, түстерді және өңдеу әдістерін қолдану арқылы ерекше стиль жасайды. Аяқ киім мен аксессуарлар, етік, туфли, ботинка деген сияқты берік, сәнді және ыңғайлы болып келеді. Сөмкелер, белдіктер, қолғаптар дизайн стильді толықтырады. Зергерлік және сәндік элементтер былғары арнайы өңдеуден өтіп, сәндік безендіру ретінде қолданылады. Интерьер және декор да жиһаз, кресло, диван былғары интерьерінде сән мен жайлылықты береді. Сәндік панельдер, қабырға жабындары заманауи интерьер дизайнында да қолданылады. Былғары материалының түрлері мен қасиеттері. Былғары өзінің беріктігі мен икемділігімен және эстетикалық тартымдылығымен ерекшеленетін ежелгі материал. Оның түрлері көп, әрқайсысы өзіндік қасиеттерге ие. Тігіншілер мен дизайнерлер үшін әртүрлі былғарының ерекшеліктерін түсіну өте маңызды. Табиғи былғары мал терісінен жасалады, сиыр, қой, ешкі және тағы басқа. Тыныс алу қабілеті жоғары, беріктік және ұзаққа шыдамды. Уақыт өте келе әдемі тозады. Әртүрлі өңдеуге болады, жұмсақ, қатты, жылтыр, күңгірт сияқты. Жасанды былғары полимерлі материалдардан жасалады. Суға төзімді, төмен бағалы, көптеген түстер мен текстураларда қолжетімді, экологиялық таза нұсқалары бар. Сән индустриясында былғарының қолданылуы. Былғары сән әлемінде көптеген салаларда кеңінен қолданылады. Оның әмбебаптығы мен эстетикалық, оның дизайнерлар үшін таптырмас материал етеді. Киім, куртка, күртешелер, шалбар, белдемшелер, көйлектер былғары киімдер мен стиль батылдықтардың символы болып табылады. Аяқ киімде етік, туфли, кроссовкалар былғары аяқ киім ыңғайлылық пен сапаны қамтамасыз етеді. Аксессуарлар, сөмкелер, белдіктер, әмиянды қолғаптар былғары аксессуарлар кез келген образды толықтырады. Былғарыны өңдеу технологиясы: табиғи өңдеу, жүнді кетіру, кептіру, майлау, бояу деген сияқты өңдеуден өтеді. Химиялық өңдеуде бояу, лактау, текстура беру,
арнайы өңдеулер арқылы әртүрлі стильдер жасайды. Комбинирленген әдістерде табиғи және химиялық өңдеудің біріктіру арқылы ерекше дизайн элементтері пайда болады. Қолдану ерекшеліктері түс және текстураны дұрыс таңдау, сәндік көріністің негізгі шарты, өрнек, кесте немесе тиснение арқылы барлық бұйымдарда ұлттық немесе заманауи стиль қосуға болады. Берік және сапалы былғары ұзақ уақыт бойы сәндік және тәжірибелік қасиетін сақтайды. Былғары бұйымдарын дайындау бұл ерекше білім мен дәлдікті талап ететін күрделі процесс. Әр кезең өнімнің сапасына және ұзақтығына әсер етеді. Біріншісі материалды таңдау және кесу. Дизайнға және мақсатына сәйкес былғары түрін таңдау, дәлдікпен кесу, сапалы бұйымның негізі. Екіншісі бөлшектерді өңдеу. Кесілген бөлшектерді арнайы құралдармен өңдеу жиектерін тегістеу. Тігу. Үшіншісі тігу және құрастыру. Бөлшектерді біріктіру, тігістердің беріктігін мен эстетикасын қамтамасыз ету. Төртіншісі декор және әрлеу. Бұйымды безендіру керек болса, фурнитураны орнату бетін өңдеу. Бесіншісі сапаны тексеру. Дайын бұйымның сапасын, беріктігін және сыртқы түрін тексеру болып саналады. Былғарыны тиімді пайдаланудың заманауи үрдістері ол сән үндістері үнемі өзгеріп отырады, бірақ былғары өзінің өзектілігін жоғалтпайды. Қазіргі дизайнерлар былғарыны инновациялық тәсілдермен қолданып, жаңа стиль жасайды. Бедерлеу және өрнектеу, лазерлік кесу және бедерлеу арқылы күрделі өрнектер мен текстураларды жасайды. Қолмен бояу, жекеленген және ерекше дизайн жасау үшін былғарыны қолмен бояйды. Құрастырылмалы былғары әртүрлі былғары түрлері мен түстерін біріктіріп ерекше дизайн жасауға да болады. Тәжірибелік тапсырмалар былғарымен жұмыс істеу. Теориялық білімді практикалық бекіту былғары материалдармен жұмыс істеуді үйренудің ең жақсы жолы. Бұл тапсырмалар сізге материалдың қасиеттерін тереңірек түсінуге көмектеседі. Материалды салыстыру, былғарының 2-3 түрін таңдап, олардың қалыңдығын, беріктігін, созылғыштығын және өңделуін салыстыру. Бұйым эскиздерін әзірлеу. Киім, сөмке, белдік немесе әмиян сияқты былғары бұйымның эскизін жасау. Материалды негіздеу. Таңдалған бұйымға қолданылатын былғары түрін негіздеп түсіндіру. Технологиялық карта. Бұйымның технологиялық картасын немесе қысқаша өңдеу ретін құрастыру. Сәндік элементтер. Былғарыны қолданудың сәндік элементтерін бедерлеу, өрнектеу, оймыштау, бояу, көрсету. Экологиялық және экономикалық аспектілерге келетін болсақ, былғары өндірісінің қоршаған ортаға әсері, оның экономикалық тиімділігі маңызды тақырыптар болып табылады. Экологиялық аспектілер табиғи былғары өндірісі суды көп қажет етеді және химиялық өңдеу кезеңінде қалдықтар бөледі. Алайда қазіргі таңда экологиялық таза өндіріс әдістері, соның ішінде өсімдік тектес былғары мен биобылғары түрлері дамып келеді. Бұдан басқа былғары бұйымдарының ұзаққа шыдамдылығы мен қайта өңдеу мүмкінділігі оның экологиялық ізін азайтуға көмектеседі. Экономикалық аспектілер былғары өндірісінің әлемдік экономикада маңызды рөл атқарады. Ол жұмыс орындарын құрып, көптеген елдердің экономикасына үлес қосады. Табиғи былғарының жоғарғы бағасын оның сапасымен және ұзақ қызметін ету мерзіміне ақталса, жасанды былғары арзан бағамен көпшілікке қолжетімді балама ұсынылады. Былғары бұйымдарына деген сұраныс тұрақты түрде өте жоғары. Қорытындылай келе, былғары материалдар сән индустриясында беріктігі, икемдігі және
жоғарғы эстетикалық қасиеттері арқасында үлкен сұранысқа ие. Беріктік, ұзақ қызмет ету мерзімі, икемділік, әртүрлі формаларда қабылдау, эстетикалық, сыртқы тартымдылық, инновация, жаңа өңдеу әдістері, әмбебаптық, кең қолданыс аясында. Заманауи технологиялар табиғи және жасанды былғары өңдеудің жаңа тәсілдерін ашып, дизайнерлерге шығармашылық мүмкіндік береді. Былғарыдан жасалған бұйымдар бүгінгі таңда классикалық стильден бастап стрит стайл, casual және премиум фэшн бағыттарына дейін кең қолданылады. Сондықтан былғары материалдарын тиімді қолдану сәндік, көркемдік және технологиялық тұрғыдан маңызды болып табылады. Былғары сән индустриясында ерекше орын алады. Ол киімнен бастап аксессуарлар, аяқ киім және интерьер элементтерінде қолданылып, сәндік, практикалық және мәдени мәнге ие. Заманауи дизайнерлар үшін былғары шығармашылықты жүзеге асыруды кең мүмкіндіктерін беретін материалдардың бірі. Студенттер бұл курс арқылы келесі дағдылар мен білімдемелерді меңгереді. Теориялық білімде ұлттық нақышпен байланыстыру өте маңызды былғарыны. Яғни студенттер бұл курс арқылы былғарының түрлерін, қасиеттерін және сапасын ажырата білуін үйренеді. Былғарыны өңдеу технологиясын түсінеді, тазалау, жұмсарту, бояу, лактау, текстура беру, ұлттық және заманауи стильдегі өрнек пен кесте техникасын қолдану мүмкіндіктерін біледі. Сән индустриясында былғары бұйымдарды қолдану саласын, трендтер мен дизайн ерекшеліктерін түсінеді. Практикалық дағдыларда студенттер сабақтар арқылы былғарыдан түрлі бұйымдар жасай алады. Аксессуарлар, сөмке, белдік, қалта, қолғап деген сияқты киім элементтері, күртеше, жилет, белдемше деген сияқты. Интерьер элементтерінде панельдік жастық, кестеленген безендіру сияқты өрнек сызу, тігу және кесте әдістерін былғарымен қолдануға да болады. Түстер үйлесімін және текстураны дұрыс таңдай білу, дайын бұйымды аяқтап сапасын бағалау, тігіс сапасын, композиция, эстетикалық көрінісін көрсету. Шығармашылық қабілетті дамыту барысында дизайн шешімдерін жасау, ұлттық мотивтерді заманауи стильмен үйлестіру, өзіндік стиль мен креативтік дағдыларды қалыптастыру, болашақ маман ретінде кәсіби тәжірибе жинау. Қорытындылай келе, былғарыдан жасалатын бұйымдар курсты студенттер теориялық білім мен практикалық дағдыларды үйлестіруге мүмкіндік береді. Студенттер былғарының түрлері, қасиеттері мен өңдеу әдістерін терең түсінеді. Ұлттық және заманауи кесте, өрнек және дизайн принциптерін меңгереді. Практикалық сабақтар арқылы киім, аксессуарлар және интерьер бұйымдарын жобалай және жасай алады. Түстер үйлесімі, композициялық және текстураны дұрыс қолдану арқылы эстетикалық және функционалды бұйымдар жасайды. Нәтижесінде студенттер былғарыны кәсіби тұрғыда пайдалана білетін, шығармашылық қабілетті дамыған, сән индустриясы мен қолданбалы өнерде жұмыс істеуге дайын маманға айналады. Заманауи технологиялар мен табиғи және жасанды былғарының өңдеудің жаңа тәсілдерін ашып, дизайнерлерге шығармашылық мүмкіндіктер береді. Былғарыдан жасалған бұйымдар бүгінгі таңда классикалық стильден бастап әртүрлі бағытқа дейін кең қолданылатын біледі. Сондықтан былғары материалдарын тиімді қолдану сәндік, көркемдік және технологиялық тұрғыдан маңызды болып табылады. Осымен былғарының қалай жасалынатын, қалай өңделетінін, қай жерде қолдануға болатынын туралы қысқаша ғана дәрісте түсіндіріп өтілді. Былғарының табиғи және жасанды былғары бар екенін, олардың қай жерде қалай пайдалану керек екені туралы толық мәлімет алдыңыздар. Тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Тақырып толығымен ашылды деп ойлаймын. Тәжірибелік сабақта берілген тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Осы тақырыпты, дәрістік тақырыпты нақты тәжірибелік жұмыста
жұмыстарды жасай үйреніп білімімізді нақтылау процесіне жетеміз деген ойдамын. Осымен дәріс аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.